Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы неліктен ежелгі Грекияны демократияның отаны деп атайды. Сабақтың мақсаты Афины мемлекетінде демократияның пайда болуын түсіндіру және ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын сипаттау. Кітап бойынша бұл 22-ші параграф. Бұл сабақта сендер демократия не екенін және оның пайда болуын түсіндіресіңдер. Ежелгі Грекияның қоғамдық құрылысына сипаттама бересіңдер. Бұл тақырыпты зерттеу кезінде сіздер полис, демократия, азамат, халық жиналысы, 500 кеңес және ареопаг деген сөздермен танысасыздар. Демократия – ол халық билігі. Біздің заманымызға дейін 1-ші мыңжылдықта ежелгі Грекияда біртұтас мемлекет болған жоқ. Грекия өз алдында дербес шағын қала мемлекеттерден, полистерден құралды. Жалпы Грекияда сол кезде өте көп полис болатын. Оның ең ірілері Афины және Спарта. Афины полисі ол демократиялы полиске жатады, ал Спарта полисі әскери полис болатын. Грек полистерінің бірі Афины қаласы болды. Афины бүкіл Грекиядағы ең әсем қалалардың біріне жатты. Қалада әртүрлі көз татарлық ғимараттар салынды. Соның бірі Афины Акрополі. Ол қаланың жоғарғы бөлігінде орналасқан ежелгі қаланың орны. Қазіргі таңда қарасақ, әдемі Афины қаласын көруімізге болады. Және де жоғарғы бөлікте сол Акрополь. Ол біздің заманымызға дейінгі уақыттарда салынып кеткен екен. Және де екінші суретте қарасақ, бұл Афиныдағы Дионис театры. Ол алғашқы сахнаның біріне жатады. Міне осы жерде адамдар отырып, ортада тұрған сахнада адамдар театр өнерін көрсететін. Соған адамдар осылай жиналып, әртүрлі қызықты театр көріністерін көріп тамашалайтын. Афиныдағы билік аристократияның, яғни ақсүйектердің қоғамның биік дәрежелі бөлігінің қолында болады. Аристократтар жеке меншікті иеленіп, білім алуға құқылы болды және мемлекетті басқару ісіне қатысатын. Афинының аристократтары гимнасия деп аталатын мектепте білім алатын. Ол мектепте олар әртүрлі ғылыми білімдерді, математиканы, геометрияны, поэзияны және философияны зерттейтін. Аристократтар Афиныда аз адамдар билігі олигархияны орнатады. Қарапайым халық деміс ауыр жағдайда өмір сүреді. Шаруашылықтың барлық түрін атқарып, салықты да төлейтін деміс болды. Қарапайым грек халқының демістің тұрмысы осындай болатын. Жалпы демістің ішіне саудагер, шаруа және қолөнерші жататын. Саудагер қаладағы базар алаңдарында әртүрлі затты сатумен айналысты. Шаруа болса егін егумен айналысты және мал шаруашылығын кәсіп етті. Қолөнерші тұрмысқа қажетті ыдыстар, құмыралар жасаумен айналысқан. Міне осының үшеуінің барлығын деміс немесе гректің қарапайым халқы деп атаған болатын. Біздің заманымызға дейін 6-шы ғасырда Афиныда демократия орнатылады. Демократия дегеніміз мемлекетті халық демос басқаратын биліктің түрі. Демократияның негізін қалаушы Солон болатын. Солон ежелгі грек данышпаны, атақты саясаткер, реформатор. Біздің заманымызға дейін 6-шы ғасыр Грекиядағы демократияның орнаған уақыты болып табылады. Афиныдағы қарапайым халық демос жиналысы көрсетілген. Міне жоғарыда тұрған адамдар бұл бізде сол кездегі гректердің стратегтері болып табылады. Ал төменде орналасқан адамдар олар қарапайым гректердің халқы болып келеді. Міне осындай халықтың жиналысында гректер өздері мемлекеттің ісіне араласады. Солон дегеніміз кім? Ол біздің заманымыздан бұрын 640 және 559 жылдар аралығында өмір сүрген Афинының саяси қайраткері және демократияның негізін қалаушы болып табылады. Архонт ретінде сайланған Солон барышқарлық құлдықты жояды. Ол мемлекеттік қаражаттың есебінен басқа елдерге құлдыққа сатылған шаруаларды қайта сатып алады. Солон жер иеліктерінің көлемін шектеуді талап етеді. Жалпы Солонның реформаларын бірнеше бағытқа бөліп қарастыруымызға болады. Бірінші бағыт ол дракон заңдарын күшін жою. Дракон заңдары дегеніміз не? Ол 621 жылы қабылданған болатын. Төменде бірнеше қылмыстың жаза түрлері көрсетілген. Мәселен, басқа біреудің бақшасынан жеміс ұрлап әкетсе, адамды өлім жазасына кесетін. Аристократқа тіл тигізсе, немесе бай адамдар дейміз, сол бай адамға тіл тигізсе, өлім жазасына кесілетін. Адамды өлтірген үшін өлім жазасы қолданылды.
шаруалардың қарыз тастарын бұзып, оларды құлдықтан босатты. Қарыз тастары дегеніміз не? Әрбір шаруада қожайынына немесе мемлекетке қарыз тастары болатын. Сол тастарда жалпы шаруалар қанша ақша керек, қанша ақша қарыз, соның барлығы жазылып тұратын. Сол тастарды сындырып тастауға салон бұйрық береді екен. Осылайша қарапайым шаруалар құлдықтан босатылады. Афиныдағы өмірі қалай өзгерді? Афиныдағы биліктің ежелгі органы Ареопаг болды. Алғаш құрылғанда оның құрамында тек аристократия ғана енетін. Олар қоғамның барлық маңызды мәселелерін өзара ақылдасып шешті. Біздің заманымызға дейін 5-4 ғасырларда Афиныдағы жоғарғы өкімет билігі халық жиналысы қолына көшті. Ол айына 4 рет шақырылатын. Ареопаг алғашқы билік аристократтардың билігі болып табылды. Бірақ Грекияда 5-4 ғасырда бұл биліктің күші әлсіреп, барлық билік демосқа, яғни халықтың жиналысына көшеді екен. Халық жиналысына мемлекеттік мәселелерді шешуге көмектесті. Халық жиналысына тек азаматтар ғана қатыса алатын. Азаматтардың қатарына ата-анасының екеуі де, яғни әкесі мен анасы бар афинылықтар болып саналатын. Афины тұрғындары жатқызылды. Афины жерінде басқа аймақтардан қоныстанып келген адамдарды метектер деп атады. Олар азаматтардың құқықтарына ие бола алмады. Афиныдағы құқығы жоқ адамдар құлдар болды. Жалпы Афины азаматтарына аристократтар мен демос жатқан еді. Афиныда туған және 20 жасқа келген барлық азаматтар ел билеуге құқылы болды. Одан кейін екінші сатыны көшіп қонушылар, метектер болған екен. Грекияның басқа полисінде туған, алайда Афиныда салық төлеп тұруға рұқсат алған тұрғындар полисті басқаруға қатыса алмады. Және үшіншісі, ең төменгі саты бұл құлдар, басқа елдерден сатып алынған немесе тұтқынға түскен жат жерліктер. Құлдар ешқандай құқыққа ие болмады. Перикл біздің заманымызға дейін 494-429 жылдар аралығында өмір сүрген Афинының атақты мемлекет қайраткері. Оның бірінші стратег қызметіне 15 рет сайлаған. Оның тұсында Афины өзінің шарықтау шегіне жетіп гүлденеді. Стратег Периклдың қандай жетістіктері болған екен? Біріншіден, Афины әскері қуатты болады және оларға жалақы төленеді. Екіншіден, демостың халықтың билігі түпкілікті орнайды және стратег Периклдың кезінде бүгінгі таңға дейін келіп жеткен архитектуралық ескерткіштер салынады. Соның бірі Парфенон храмы, екіншісі Адион театры, үшіншісі Пропилей ғимараты. Міне осы үш түрлі ғимарат және көптеген ғимараттар дәл осы стратег Периклдың кезінде салынған болатын.